Саламатсыздар ма оқушылар? Математика сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы есептеудің және есептерді шығарудың тиімді тәсілдері. Бүгінгі сабақта 3-4 амалмен орындалатын есептерді әртүрлі тәсілмен шығаруды, тиімді тәсілді анықтауды үйренесің. Бірінші тапсырмаға қарайық. Тік төртбұрыштың ауданы, яғни әртүрлі тәсілмен есепте саған амалдардың қандай қасиеттері көмектесті. Бірінші А тапсырмасына қарайық, көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолданамыз. Яғни бұл жерде біз ұзындығын еніне көбейтеміз, немесе енін ұзындығына көбейтеміз. 8-ді 3-ке көбейтеміз 24, 3-ті 8-ге көбейтеміз 24 см квадрат. Келесі Ә тапсырмасына қарайық. Үлкен тік төртбұрыштың ауданы А тең болады 5 см, Б тең болады 3 см, С тең болады 2 см. Яғни екі ұзындығымен ені берілген. Бұл жерде біз сіздермен көбейтудің үлестірімділік қасиетін қолдана аламыз. Қалай? Яғни қарайық, екі ұзындықты бір-біріне қосып, содан кейін енін көбейтеміз. Яғни 5 см 3-ке қосамыз 8, 8-ді 2-ке көбейтеміз 16. Немесе жеке-жеке, яғни бірінші тік төртбұрыштың аудан табамыз, содан кейін екіншінікін табуға болып, тауып екеуін қосуға болады. 5-те 2-ке көбейтеміз 10, 3-те 2-ке көбейтеміз 6, 10-ды 6-ға қосамыз 16 см квадрат. Б тапсырмасына қарайық. Қораптың көлемін табу керек. Ұзындығы берілген, ені берілген, биіктігі берілген. Ұзындығы 8 см, биіктігі 4 см, ені 6 см. Бұл жерде біз сіздермен көбейтудің терімділік қасиетін қолданамыз. Яғни, ұзындығын еніне көбейтіп, содан кейін биіктігіне көбейтуге болады. 8-ді 6-ға көбейтеміз 48, 48-ді 4-ке көбейтеміз 192. Немесе енін биіктігіне көбейтіп, содан кейін ұзындығына көбейтуге болады. 6-ны 4-ке көбейтеміз 24, 24-ті 8-ге көбейтеміз 192. Есіңде сақта, тиімді тәсілмен шығарған кезде сандар, оларға математикалық амалдарды қолдануға ыңғайлы болатындай етіп таңдап алынады, немесе есепті шығару барынша аз амалмен орындалады. Енді екінші тапсырманың астына қарайық. Есептерді әртүрлі тәсілмен шығар, олардың қайсысы тиімдірек? Оқушылар сарайындағы ғарышты зерттеу үйірмесіне 30 қыз бен 40 ұл қатысады. Олар топтарға бөлінеді. Әрбір топта 10 баладан бар. Үйірмеде барлығы неше топ бар? Яғни бұны екі тәсілмен шығаруға болады. Бірінші жеке-жеке тауып, содан кейін қосуға болады. Яғни 10 баладан бөлінді дегесін, қызды бөлек 10-ға бөлеміз, ұлды бөлек 10-ға бөлеміз. 30 бөлу 10 3, 40 бөлу 10 4, 3-ті 4-ке қосамыз, тең болады 7. Сонда барлығы 7 топ бар. Екінші тәсіл, қыз бен ұлды қосамыз, яғни 30 қосу 40, тең болады 70. 70-ті 10-ға бөлеміз, тең болады 7. Яғни 7 топ бар. Екінші тапсырманың әсіне қарайық. Ғарыш кемесінде азық түлікке арналған арнайы ыдыс болады. Оған әр қайсында 6 сықпадан 2 қатар сыяды. 25 ыдыс қойылатын контейнерге осындай неше сықпа сыяды? Қарайық шешуін. 6-ны 2-ге көбейтеміз, тең болады 12. Бұл бір ыдысқа сыятын, Енді 12-ді көбейтеміз 25, тең болады 300. Яғни 300 контейнерге сыяды ыдыс, Енді қарайық. Немесе оны екінші тәсілмен шығаруға болады. 6 көбейту жақшан ішінде 2 көбейту 25. Яғни осындай өрнек құрастыруға болады. Үшінші тапсырмаға қарайық. Берілген өрнектердің мәнін тиімді тәсілмен есептеуге амалдардың қандай қасиеттері көмектеседі? Яғни бұнда біз сіздермен қандай амал тәсіл қолдануға, үлестірімділік қасиетті қолдануға болады. Қарайық, 25 көбейту 76 көбейту 4. Бірінші 25 пен 4-тің көбейтіп алуға болады. Яғни 25-ті 4-ке көбейтсек 100. 100-ді 76-ға көбейтсек 7600. 50-ді 20-ға көбейтеміз 1000, 1000-ды 43-ке көбейтеміз 43 000.
8-ді 125-ке көбейтіп алсақ 1000, 1000-ды 30-ға көтеміз, 30 000. 200-ді 5-ке көбейтеміз 1000, 1000-ды 32-ге көтеміз, 32 000. 125-ті 8-ге көбейтеміз 1000, 1000-ды 57-ге көбейтеміз, 57 000. 40-ты 25-ке көбейтеміз 1000, 1000-ды 49-ға көбейтеміз, 49 000. 25-ті 4-ке көбейтеміз 100, 83-ті 100-ге көбейтеміз, 8300. 20-ны 5-ке көбейтеміз 100, 100-ді 94-ке көбейтеміз, 9400. 20-ны 50-ге көбейтеміз 1000, 1000-ды 77-ге көбейтеміз, 77 000. 80-ді 125-ке көбейтеміз 10 000, 10 000-ды 63-ке көбейтсек 630 000. 16-ны 5-ке көбейтеміз 90, 90-ды 40-қа көбейтеміз 3200. 50-ді 2-ке көбейтеміз 100, 87-ні 100-ге көбейтеміз 8700. Түсінікті деп ойлаймын оқушылар. Келесі 4-ші тапсырмаға қарайық. Есепті шығар. Есепті шығарудың тағы басқа тәсілдері бар ма? Яғни қарайық. Біздің сыныпта 25 оқушы бар, ал көрші сыныпта одан 9 оқушы артық. Екі сыныпта барлығы неше оқушы бар? Яғни бірінші тәсілмен былай істеуге болады. 25-ті 25-ге қосамыз, тем болады 50, бірақ екінші сыныпта одан 9 оқушы артық деп тұр ғой. Енше соған 9-ды қосамыз. 50-ге 9-ды қосамыз, 59. Екінші тәсілі мұндай. Екінші сыныпта қанша бала бар екен тауып алуға болады. 25-ті 9-ға қосамыз, тем болады 34. Яғни көрші сыныпта 34 оқушы, ал біздің сыныпта 25. Екеуін қосамыз, тем болады 59. Яғни екі тәсілмен шығаруға болады. Көрдіңіздер ғой. Енді 5-ші тапсырмаға қарайық. Есепті шығарудың әр тәсіліне арналған өрнектерді қара деді. Арманның Толстойдың арифметика кітабындағы есепті қандай тәсілдермен шығарғанына қара. Бір қожайында 23 қой бар, ал екіншісінде одан 7 қой артық. Екеуінде барлығы қанша қой бар? Енді қалай табуға болады? Бірінші тәсілді көрейік. Яғни 7 қой артық дейді. Енді екіншісінде қанша қой бар екен тауып алайық. 23-ті 7-ге қосамыз, тем болады 30 қой. Яғни екінші қожайында 30 қой бар. Енді барлығын табу керек. Бірінші қожайын мен екінші қожайындікін қосамыз. 23 қосу 30, тем болады 53. Сонда екі қожайында барлығы 53 қой бар. Екінші тәсілді көрейік. Яғни 23-ті 23-ге қосамыз, тем болады 46. Егер бірінші қожайында қанша қой бар болса, екіншісінде сонша қой болса, екеуінің бірге осынша қой болар еді. Бірақ бізде не дейді? 7 қой артық. Ендеше барлығына жаңағы шыққан 46-ға 7 артықты қосамыз, тем болады 53. Келесі 3-ші тәсілді көрейік. 23-ті 2-ге көбейтеміз, тем болады 46, яғни 2 ғой. Оған 7 артық дегеннен кейін 46-ға 7-ні қосамыз, тем болады 53. Не көрдіңіздер ме? Яғни бір есепті шығарудың өзінің 3 тәсілі бар екен. Келесі 6-шы тапсырмаға қарайық. Фермадан сүт зауытына 208 литр сүтті бір цистернаға және қалғанын әр қайсысына 36 литрден 15 бидонға құйып машинамен жөнелтті. Фермадан барлығы қанша литр сүт жөнелтілді? Енді қарайық. 208 қосу 36 көбейту 15, тем болады 748. Яғни 36 литрден 15 бидонға құйып, не істеді? Жөнелтті деп түсіндіңіздер ме? Яғни содан кейін барлығын қосып 748 екенін таптық. Келесі тапсырмасына қарайық. Көкөніс қоймасында 300 тонна картоп болды. Бірінші күні картопты 5 тонналық 24 жүк машинасымен әкетті. Қалған картопты екінші күні әр машинеде 2 тоннадан тиеді. Екінші күні қанша машина қажет болды? Енді барлық бізде 300, енші 300 азайту. 5 тоннадан 24 жүк машинасы, 5-ті 24-ге көбейтеміз. Бұны жақшаның ішіне аламыз. Содан кейін қалған картопты дейді. Енді қазір бізде азайтылған кезде қалған картоп шығады ғой. Әр машинеде 2 тоннадан тиеді дейді. Бөлеміз 2-ге. Тем болады 88. Келесі 7-ші тапсырмаға қарайық. Егер Әлия өрнекті амалдардың орындалу реті бойынша жазған болса, онда оның қандай өрнекті есептегенін тап дейді. Енді қарайық. 543 мың азайтылған 7896
100.000 көбейтілген 3 және 535.104 азайтылған 300.000. Енді өрнекті қарайық. Жақшаның ішінде 543.000 азайтылған 7.896, жақша жабылған азайту 100.000 көбейтілген 3. Екінші өрнекті қанеке тауып көрейік. 369 көбейту 52, 28.404 бөлінген 36, 19.188 қосу 789. Енді өрнек. Жақшаның ішінде 369 көбейтілген 52, жақша жабылған, қосу 28.404 бөлінген 36. Келесі 8-ші тапсырмаға қарайық, салыстыр дейді. Ол үшін біз не істейміз? Бірінші мәндерін тауып аламыз. Егер бөлімдері бірдей болатын болса, онда тек қана алымдарын қосып азайтамыз. 3-ті 7-ге қосамыз 10, 18-ден 10. Екіншісінде 12-ден 6-ны азайтамыз 6, 18-ден 6, 18-ден 10 артық. 3-ті 8-ге қосамыз 11, 36-тан 11, 9-дан 4-ті азайтамыз 5, 5-ті 7-ге қосамыз 12, 36-тан 12, 36-тан 12 артық. Келесі 9-ші тапсырмаға қарайық. Бұл зерттеу жұмысына арналған тапсырма. Есепті шығар дейді, дұрыс жауапты таңда, өз жауабыңды түсіндір. Шаруаның 7 ұлы бар. Осы ұлдарының әр қайсысында 7 ұлдан бар. Ал шаруаның әрбір немересінде 2 қыздан бар. Шаруаның неше шөбересі бар дейді. Енді қарайық, қалай табамыз? 7 ұл бар. Оны 7-ге көбейтеміз, 8 7 ұлдан бар әрқайсында. Тең болады 49. Бұл немере 49. Енді шаруаның әрбір немересінде 2 қыздан бар дейді. Қараңыздар, 2 қыздан бар. 49-ды 2-ге көбейтеміз, тең болады 98. Шаруаның неше шөбересі бар? Сонымен, яғни ол барлығы бізде 98 болды. Сонымен жауабы қандай болады бізде? Жауабы болады, себебі 98 болады. Түсінікті ғой, яғни 49 немере деді ғой, оларда неше 2 қыздан бар екен. Сонымен 98 шөбере бар екен. Түсінікті ғой, оқушылар. Және 10-шы тапсырмаға қарайық. Есепті әр түрлі тәсілмен шығар дейді. Қаланың мектебінің әр сыныбында 25 бала оқиды. Егер әрбір параллельде А, Ә және Б 3 сыныптан бар болса, онда 11 жылдық мектепте қанша бала оқиды? Енді қарайық. 3 параллель деп тұр ғой, 3 сыныптан, параллельде 3 сыныптан бар болса, енді қараңыздар. 25-ті бірінші 3-ге көбейтеміз, себебі 3 сыныптан бар болса 75. 11 жылдық мектеп болғаннан кейін 75-ті көбейтеміз 11-ге, тең болады 825. Немесе екінші тәсілді 11 сынып, яғни әрқайсында 3 параллель, 11-ді 3-ге көбейтеміз, тең болады 33. 33-ті 25-ге көбейтеміз 825. Осымен оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.